Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен трендтегі бенто тортын жасайтын боламыз. Алдымен қажетті заттардың барлығын дайындап алдым. Нағыз бенто торты шығу үшін міндетті түрде рецепт бойынша мөлшермен өлшеп алып шықтым. Қажетті заттарды описание бөліміне қалдыратын боламын. Енді тортты бастауға кірісеміз. Қыздар, нарықта қазір бенто торты өте қымбат, сондықтан осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Дәлме-дәл бенто тортының нағыз өзі шығатын болады. Туған күндерде, балаларыңыздың туған күнінде, отбасыңызда кімнің туған күні болса да, қазір бенто тортымен құттықтап жатады. Және мейрамдар бар, алда жаңа жыл, 8 наурыз деген сияқты мейрамдар өте көп бізде. Сол кезде өзіңіз аласыз осы рецепт бойынша жасай беретін боласыз. Енді жұмыртқамызды жарып, үстінен құмшекерімізді қосып, осылай аппақ болғанша араластырып шығамыз. Құмшекер толық езілу қажет, езілген кезде осындай аппақ болып шығады. Енді үстінен сүтімізді, май және мен ұн мен разрыхителді бірге араластырдым. ұн мен разрыхителді бірден бәрін салмаймыз. Аздап салып араластырып, мен 3 бөлікке бөліп салып араластырдым. Енді ұн мен разрыхителді салып болғаннан кейін артынан какао қосамыз. Какао қоспасаңыздар да болады, бірақ коржысы ақ болып шығады. Мен шоколадный болғанын қаладым, себебі балаларға ұнайды. Сол себепті какао қостым. Енді қыздар, бұл жерде блендермен араластырмаймыз. Силиконовый лопаткамен төменнен жоғары қарай араластырамыз. Тоқтамай төменнен жоғары түйіршіктері кеткенше дәл осылай созылып, толық еріп шығады. Соған дейін осы лопаткамен төменнен жоғары араластыра береміз. Енді пешті 180 градусқа алдын ала қыздырып қойдым. Енді коржы пісіруге дайындаламыз. Құйып, пісіріп алып шықтық жарты сағатта. Суытуға 15-20 минутқа қойып қоямыз. Енді қыздар, коржаларыңыз пісіп шыққаннан кейін өлшейсіздер қандай ыдысқа тура келеді. Негізі кондитерлік магазиндерде, дүкендерде арнайы осылай кесетін заттар болады. Мен үй жағдайында осылай орташа кесемен өлшеп кесіп шықтым. Менде 3 бөлік шықты, яғни 3 коржа шықты. Енді осы аралықта арасына жағатын кремді дайындайтын боламыз. Сахарная пудра, үстінен 33% міндетті түрде сливки және творожный сыр қосамыз. Бұл заттардың барлығы салқын жерде тұру керек. Салқын жерде тұрған кезде ғана араластырсаңыздар, басы тез бірігеді. Егер жылы жерде тұратын болса, қоюлану өте қиын болады. Сол себепті тоңазытқышта тұру керек бұл заттар, әсіресе сливки мен творожный сыр. Міне қыздар, дәл осылай ақ кетпейтіндей болу керек. Енді корждарымызды қойып, мен астына арнайы кондитерлік қағаз қойдым. Енді негізі бұл тортты қоятын, айналдырып істейтін өзінің кондитерлік магазиндерде, дүкендерде сатылатын арнайы заты болады. Мен енді үй жағдайында жасадым. Енді өздеріңізде болатын болса тіптен жақсы, болмаса осылай үй жағдайында жасай берсеңіздер де болады. 3 коржымызды арасына осылай кремін қалың етіп жасап шықтым, және осындай лопаткамен үстін жан-жағын айналдырып тегістеп шықтым. Енді ең сыртына мен арнайы кремге арналған краситель қостым, яғни розовый. Оны кез келген дүкендерден ала аласыздар. Енді тоңазытқышқа кемі 2 сағатқа қойып қойдым. 2 сағаттан кейін осылай алып кестім. Өте кремі жақсы жиналған. Жақсы ұстап тұр. Мен кемі 2 сағат айтып тұрмын. Қыздар, негізі 1 суткаға қойып қойсаңыздар, тіптен керемет болып шығады. Қараңыздаршы, қандай әдемі болып шыққан. Ішінде кремі қалың, нағыз бенто торт. Қыздар, сіздерге ең оңай рецепт түрін ұсындым. Жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.